Қайырлы күн барсаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді атиканың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл атиканы қысты күні кешкі астармен, түрлі тағамдармен ұсынсаңыздар болады. Атиканы қайнату үшін бізге керекті құралдар: 3 кило қызанақ, 2 кило болгар бұрысы, 1 үлкен сарымсақ және 1 үлкен қызыл бұрыс керек болады. Видеода көріп тұрғандай, қызанақ, қызыл болгар бұрысын, сарымсақ және укроп, қызыл бұрыстарын блендермен езіп аламыз. Енді блендермен езілген көкөністерімізді жақсылап араластырып алып, газге қоятын боламыз. Атикамызды жай отта 30 минуттай қайнатып аламыз. Атикамыз қайнағаннан кейін үстіне 2 ас қасық шекер және 4 шай қасық тұз салатын боламыз. Және 150 грамм сұйық май қоямыз. Және сарқылдатып бір қайнатып аламыз. Жалпы атиканың қайнау уақыты 30 және 45 минуттай қайнатуға болады. Дайын болған атикамызды стерленген банкіге құйсаңыздар болады. Бірақ мен баклажкаға құйған ұнайды. Сол себепті баклажкаға құйып сақтайтын боламын.